1 қыркүйектен бастап Алматыда 5 жаңа субұрқақ пайда болады. Олардың кейбірі қайта қалпына келтірілетін ескі фонтандар. Сонымен қатар жаңа көше жиһаздары мен еден шамдар орнатылмақ. Биыл Достық, Абай, Абылайхан даңғылдарындағы жаяу жүргіншілер жолағы жаңа кейіпке енбек. Жөндеу жұмыстары жаз бойы қарқынды жүргізілді. Қазір мердігер мекеменің құрылысшылары тастарды төсеп жатыр. Республика сарайының алдында бір үлкен фонтан болады. Яғни екі субұрқақ қайта жаңғыртылып, ортасына бір үлкен фонтан орнатылады. Неге десеңіз, ол жердегі алаңның аумағы өте кең. Абылайхан мен Шевченко көшелерінің қиылысына да жаңа субұрқақ орнатылады. Бұл аумақты көгалдандыру жұмыстары жүргізіліп, әрі жарықтандырылады. Сонымен қатар Алматы 2 темір жол вокзалы, Абылайхан Маметова және Қабанбай Батыр көшесімен қиылыста дәл осындай жұмыстар жүргізілмек. Ал елімізде шығарылатын көше жиһаздары тамыз айының ортасында Алматы көшелеріне орнатыла бастайды.